3 bölüm. Саған отыр деген жоқпын. Шыңғыс, білетін шығарсың. Әр адамның өз сенетін ақиқаты бар. Меніңше солай. Кез келген жұмыс қарама-қайшылықсыз болмай тұрмайды. Қандай жағдай болмасын, әркім өз сөзінің дұрыстығын дәлелдеуге тырысады. Сен де солай ойлайсың ба? Солай шығар. Мұны айтқаным, екеуміздің арамызда қазір сондай жағдай болып тұр, Шыңғыс. Түсініктеме талап етпей-ақ қояйын. Бірақ неліктен кейбір тұтынушыларға тауарды жоғары бағамен жіберіп, есепті оны басқаша көрсетесің. Түсінікті нәрсе? Сен менің көңілімді қалдырдың. Қатты көңілім қалды. Сен үшін адами құндылықтан гөрі ақша мәселесі маңыздырақ деп ойламаппын. Асқар Болатович, сізге бәрін түсіндірем. Ештеңе түсіндірмей-ақ қой. Шыңғыс. Мәселені мұндай әрекетке бармай-ақ шешуге болар еді ғой. Бұдан ары сенімен жұмыс істей алмаймын. Жұмысыңды өткіз. Жақсы. Сау бол. Одан соң мемлекеттің премьер-министрлері келді. Айттым ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай, денсаулық қалай? Көңілге жақсы ма? Амансыз ба? Амансыз ба, жеңеше? Айша, саған жаңа айттым ғой, жаңағы машинаның дауысы Баукеңнің машинасының дауысы деп. Қалай, Сереке? Жақсы. Ана телевизорды сөндірді, шайыңды қоя бер. Ай, несін айтасың, Бауке? Жатқанды Құдай жарылқасын, жатырмыз. Қазір шіркін брат болса ғой. Ай, шіркін-ай. Па. Мылтықты алып ап, сықырлаған қардың үстінен ай бір шапсаң. Ай, тамаша. Ереке, сіздің бір жақсы сәйгүлігіңіз бар емес пе? Ол қайда? Жазда бақыт баптады ғой. Жақсы жылқы. Жақсы Ереке, ер қанаты деген. Әлі ақтауыр болып кетсеңіз, шапқылайсыз. Айтпақшы, мына көрші ауылда менің бір туыстарымның сәйгүлігі бәйгеден машина ұтып алды емес пе? О, құтты болсын. Сіз бұл тарапта мамансыз ғой. Өзіңіз қалай? Ойыңыз жоқ па айналысатын? Енді айналысуға болады. Бірақ ең алдымен мына екі аяққа тұрып алайын. Сонан кейін қалғанын көре жатармыз. Ереке, егер айналсам десеңіз, мен өзімнің көмегімді аямаймын сізден. Мынау совхоздың қораларын білесіз ғой. Бәрі қаңырап бос тұр. Тозып бара жатыр. Мамандарымыз да жұмыссыз отыр. Сондықтан осы тарапта ойланып көріңіз. Ойланатын нәрсе екен. Ойланыңыз, Ереке. Ойланыңыз. Сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Көзіңді жұм. Енді аш. Бұл не? Туған күнің алған сыйлығым. Құттықтаймын жаным. Алдын ала құттықтап жатқаным ғой. Көлік алғансың ба? Иә, өзің айтқан жоқ па едің. Судай жаңа джип алдым. Есік алдында тұр, көруіңе болады. Саған, рахмет саған, сүйіктім. Жүрші, тезірек барып көрейік. Көрсек көрейік, бұл сенің көлігің. Қалай, ұнады ма? Керемет, сөз жоқ. Қыздардың қызғаныштан іші күйетін болды. Ертең серуендеймін. Бірінші жақсылап көріп алайын. Ал кешке мерекелік дастархан жайып берем. Рас па? Біреулерді шақырам десең өзің біл. Онда келістік. Айтпақшы, ертең таңертең 5 күнге сапарға кетем. Сені өз көлігімен шығарып салсам бола ма? Көлік жүргізуді де білесің бе?
Білмегендеші, мазақ етіп тұрсың ба? Жақсы, шығарып сал. Александр Карлович, сізге Алматтан шыңғыс келіп тұр. Сәлемет па, Александр Карлович. Танысып қойыңыз, Алматтағы әріптесімнің көмекшісі болады. Иә, естідім, келіңдер. Отырыңдар. Өздерің пысық жігіт екенсіңдер. Заман талабы ғой. Шай, кофе, әлде су ма? Жоқ, рахмет, кейінірек. Александр Карлович, егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ашық айта беріңіз. Өзіміз ғой. Арамызда бөтен ешкім жоқ дегендей. Алдымен мына құжатты, келісім шарттарды көріп шығыңдар. Жоқ, оны менен басқа да адамдар көре жатар. Одан да кеңсені көрейік. Сонымен, Гуля, Алматыға баратын болдың ба? Барам. Салон ашамыз. Тоқал деп атап қоямыз. О? Тыныш, маңызды адам. Алло? Иә, сәлемет пе, жан? Жұмыс барысы жақсы. Кірісіп те кеттік. Нобайын жасап жатырмыз. Жақсы, түсінікті. Ертең міндетті түрде хабарласам. Жақсы. Жан қалтасы өте қалың жігіт. Таныс тамырда мықты. Ондай адамдар бар. Иә. Бүгін неге көңіл күйің жоқ? Бәрі дұрыс. Түріңнен білініп тұр ғой. Не болды? Дұрыс деймін. Енді не болды? Бұл үйдегі мәселе ғой, сені араластырғым келмейді. Ренжіме. Айта берсеңші. Бірақ ешкімге айтпаймын деп уәде бересің бе? Уәде берем. Әкем жұмысында бір қиын жағдайға тап болыпты. Ол бір әріптесімен сөзге келіспей қалған. Ал әлгі әріптесі фирманың бүкіл қарызын әкемнің мойнына арта салыпты. Әкем 2 күннен бері үйде жоқ. Мыналар оны үйге іздеп келіпті. Кімдер? Мыналар ма? Иә, осылар. Түрлері де жаман. Апам не істерін білмей отыр. Әлде милицияға хабар берсек пе екен? Жоқ, ешқайда бармай қойыңдар. Апаңның жанында бол. Ертең өзім хабарласам. Жарай ма? Жарайды. Кеттік. Жүр. Сәлем, жігіттер. Сәлем. Әңгіме бар. Сен кімсің өз? Қысқасы, іздеген адамдарыңды басқа жерден табыңдар. Үйіне баса көктеп кіріп, елді қорқытудың қажеті жоқ. Сен өз жөніңді білі. Сен сағыз бітет, түсіндің бе? Түсінбедім. Енді бір рет көзге түсеңдер оңдырмаймын. Сен өзіңді кіммін деп тұрсың, Оңбаған. Жексұран. Мұндай бұлыққа неге елге кеттің? Егер ол арасында да қарыз болса қайтесің? Оған сен жауап беремісің? Боларыс болды ғой. Көмектесесің бе, жоқ па, соны айт. Жоқ десең, ренжімеспін. Бұл істі соңына өзім жеткізем. Кука, бүйтіп батырсынғанды қой. Әр нәрсенің өз жөні бар. Әрине көмектесем. Қысқасы, ол қыздың әкесімен кездесіп сөйлесіп көрейік. Істің мән жайын анықтап алайық. Қалай ойлайсың? Бұл қиын емес.
Бәрі түсінікті аға. Алаң болмаңыз. Бұл мәселеңізді шешіп береміз. Өзіміздің жігіттерге жолғамыз. Білесіз ғой, кейін рахметін айта жатарсыз. Әрине, әрине. Мен үшін жұмыс маңызды, еңбектерін бағасыз қалдырмаймын. Әлі хабарласамыз ғой, жеткізіп салайық па? Жоқ, рахмет. Уайымдамаңыз аға, бәрі жақсы болады. Кешке жігіттерге соғуымыз керек. Жарайды. Сол жерде шешеміз. Жақсы. Мықты жігіттер. Рас айтам. Иә, бұл шешілетін мәселе ғой. Салам. Салам. Келдіңдер ме? Руслан, есінде ме? Саған айтқан жігіттер келіп тұр. Қалың қалайын ішек. Отыр, сен де келе отыр. Жейтін бірден аласың ба? Боря, сенің орныңа шыға тұрайын. Боря, бірден алшы. Өткендегі төбелестің арасында сен де бар мен. Иә? Қуаныш, менің жерлесім. Жарайсың жігітім. Сонымен айта беріңдер, не жағдай? Қысқасы, танысымның шаруасы. Ол алаяқ емес, жөн түзу адам. Жұмысындағы біреумен түсінбестіктер болып қалған сияқты. Сөйтіп жас қыздан жас қыз әлгі кісінің мойнына фирманың бүкіл қарызын іліп қойған. Қарызын алуға Байжанды жұмсаған. Оның жігіттер сенің анау-мынауыңа қарамайды. Байжанмен шешуге болатын болса, арғысын жігіттер өздері шешер еді. Рус. Арасында да ондай әділетсіздік болса, әңгіме жоқ. Айтпақшы, Қуаныш солардың адамдармен ерегісіп төбелесіп қалған. Иә. Төбелесі ештең етпес. Ең бастысы қателік сенен болмаған шығар. Ертеңгі күн ұяттан қызарып тұрмайын. Бәрі дұрыс. Лекцияға жерде болады? Ай? Лекция. 15-те. О, Қуаныш. Ассаламағалейкум, Айбар аға. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Сабақ қалай? Жақсы бәрі, қайдан жүрсіз аға? Осында бір шаруалармен ректорға кіріп шықтым. Мені Алматыға гостренировкаға ауыстырған, осында тренермін. Құтты болсын аға. Үй ішіңізбен келдіңіз бе? Иә, бәріміз осында пәтер жалдап тұрамыз. Сен енді үйге келіп тұрсаңшы. Телефон жазып алшы. 56 56 47 47 91. 91. Папаң қалай? Жақсы аға, кеше ауылға қоңырау шалғам, гипсін шешті. Жақсы болған, Құдай қуат берсін. Айбар болсаңшы. Қазір. Жарайды аға. Хабарлас, жарай ма? Жолыңыз болсын аға. Сау бол, үйге кел. Аха. Әпкеңнің денсаулығы жақсы ма, кішкентай қалай екен? Бәрі жақсы, кеше больницаға барып келдік. Ауданға ма? Қашан шығарады дейді. Осы жұмада шығарады. Атын қойдыңдар ма? Жоқ. Балам. Бақыт. Әке. Үйлерің жылы ма? Иә, жылы. Әке, тұрайын дедіңіз бе? Иә. Тоқтаңыз, көмектесейін, байқаңыз. Ақырын. Ауырып тұрған жоқ па? Жоқ. Қаладағы туыстарың қалай екен? Бәрі жақсы, жаңа жылда барып келгенбіз. Аяғыңызды байқаңыз. Иә. Апа, әкем тұрды. Ерсайын аға, Ерсайын. Дәрігер шақырмай неге тұрдың? Балдағың қайда? Оныңды қоя тұр. Жатар шаршап кеттім. Осы бетті ауылды бір айналып келем. Қой енді, байқа енді, аяғыңа күш түсірме. Абайла. Кел, байқа. Асықпа. Асықпа енді, асықпа. Міне, Салтанат, көрпе ала келші. Жүр. Ауырып тұрған жоқ па? Жақсы. Ауырмай ма? Жоқ. Асықпай жүр енді.
Тұра тұр, күнге қояйық. Қане, Жар, осы жері дұрыс қой дейім. Асықпа. тоқта, қолыңды әкел. Жауып қояйық. Мынаны киесің бе басыңа? Жоқ, керек емес. Кимейсің бе? Кел, отыр. Маған хат жазып тұрасың ба? Жазып тұрам. Байқа, көп жазба. Әйтпесе мені мазақ етіп жүрер. Әскердің аты әскер. Мүлде жазбаймын. Әзіл ғой. Қалағаныңша жаз. Күтем. Кәне, қуып жетші. Мінекей балалар, сонымен өздеріңнің отан алдындағы борыштарыңды өтейтін уақытта келіп қалды. Иә, бұл сендердің парыздарың. Қарулы күштер қатарында өздеріңді жақсы жақтарыңнан көрсетесіңдер деген сенімдемін. Рас, қазір заманымыз тыныш, дегенмен әскер қатарында болу біз үшін қашанда құрмет. Себебі сендер әкелеріміздің, аталарымыздың дәстүрін жалғастырушысыңдар. Өздерің білесіңдер, біздің ауданнан 3 кеңес одағының батыры, сондай-ақ 2 генерал шыққан. Олардың арасында әскери борышын Ауғанстанда өтеп, Чернобыльде қызмет етіп келгендер де бар. Әрине, сендердің тезірек ер жетіп, сенімді ақтап, үйлеріңе, ата-аналарыңа аман есен оралуларыңа тілектеспін. Ал біз сендерге үлкен үміт артамыз. Аман болыңдар, жігіттер. Және жолдарың болсын. Өз-өздеріңе берік болыңдар. Қалғалай? Қалдарың қалай? Ал, жақсы. Сау болыңыз. Аман есен орал. Ал, сау болыңыздар. Жақсы, балам. Жігіттер тезірек жиналайық, кешігіп қаламыз. Кәнекей. Байқап жүр. Жақсы, сау бол. Ал інішек, жолың болсын. Аман бол. Апаңа хат жазып тұр. Өзің бекен бол. Әскерде қандай болсаң, өмірде де сондай боласың. Қиындықтар болады. Төзе біл, жарай ма? Достарыңды ұмытпа. Жақсы. Леш ағай, сау болыңыз. Көп рахмет сізге. Қайтып келген соң, жұмысты жалғастырамыз. Күт мені. Келем. Жаным сол. Аман бол, хат жазып тұр. Жақсы. Мені күт. Келем. Жарайды, жақсы. Жақсы, сау болыңдар. Асқар, сау бол. Сау болыңдар. Жолдарың болсын. Аман болыңдар. Аман есен оралыңдар. Асқар. Асқар. Салам. Қалай ойлайсың? Қиын бола ма? Бәрі дұрыс болады. Үйреніп кетерміз. Әрине, ең бастысы бірге болуымыз керек. Иә. Сонымен қай бөлімше? Сен, орныңнан тұрш. Темекі бар ма? Темек шекпеймін. Ал мен шегем, сондықтан темекі ақша бер. Қане, ақша жинаңдар, тез. Қазір. Оған тиіспе. Темек шеккің келсе өз шаруаң, өзің сатып ал, ұқтың ба? Сен не, соншалықты мықтымең не? Қарай көр өзің. Мұның не? Мұның не? Бергел! Бергел! Жібер! Қане? Жібер! Сарбаздар, сапқа тұрыңдар! Серік, өзіңе қарай тартсаңшы. Бірақ аяғыңда байла. Тезірек жұмыс істе. Аяғынан шал, иә. Қане. Міне, күніне 2 жаттығу. Үлкен жарысқа дайындалып жатырмыз. Сен өзің спортты тастап кеткен жоқсың бе өзі? Жоқ, бұлай, анда-санда.
Өзіміздің институттағы залға барып жүрмін. А мұнда неге келмейсің? Мұнда келіп тұрсаңшы. Үйіңде не жаңалық бар? Бақыт әскерге кетті. Әкем ақырын аяғын басып келеді. Жақсы болған екен. Бақаны шығарып салдың ба? Жоқ, бара алмадым. Шыңғыс барды. Менде ол кезде сессия болды. Түсінікті. Шыңғыстың халі қалай? Білмеймін. Мен қазір оның үйінде тұрып жатқаным жоқ. Аға ешкім білмей қойсыншы. Жарайды. Жатақта тұрып жатырмын де. Жоқ, қазір қанат тікіндемін. Қанат дейсің бе? Есіңізде ме әлгі қанат ше? Есімде. Байқа қуаныш. Қанат деген ол бір қияңқылау бала ғой. Оған ілесем де бір бәле көрініп қалып жүрме. Бәрі дұрыс аға. Өз басым бар ғой. Қимылда деймін, қимылдасаңшы. Тезірек. Маған қазір оқу керек. Дұрыс айтасың, оқу керек. Үйге келсеңші. Кең отырып әңгімелесейік, шай ішейік, жарай ма? Е, жақсы. Ал, енді тұрыңдар. Аусыңдар. Қане, аусыңдар. Сәлем. Сәлем. Кірсеңші. Кеттік пе? Кір. Қалың қалай? Жақсы. Аяқ киімін шеш. Не үшін? Кірсеңші енді. 1 минутқа. Жүр, қонақ бөлмеге кір. О, мынау ненің құрметіне? Саған жайылған дастархан. Маған ба? Апам үйде. Сені көргісі келеді. Көретін несі бар? Не істемексің, Лаура? Сәлемет пе, Қуаныш? Сәлеметсіз бе? Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Атым Любовь Павловна, мен Лаураның апасымын. Қуаныштымын. Сіз жайында Лаурадан естігем. Рас па? Біріншіден сізге рахмет айтқым келеді. Әкемізге көмектестіңіз. Құдайға шүкір, қазір бәрі дұрыс. Дұрыс болды, оқас жоқ. Әрине, әріптесінің істегені дұрыс болмады. Жарайден апа, ол бәрін біледі ғой. Расында да көп сөйлеп кеттім. Қане, қолдарыңды жуып тамаққа отырыңдар. Қызым, қол жуатын бөлмені көрсет. Сонымен жақында демалысқа шығасыз ғой? Иә, демаламыз. Үйге кетем. Ата-анама көмектесуім керек. Ұзақ уақытқа ма? Білмеймін. Сабақ басталғанға дейін. Жазда біздің ауыл тамаша. Жайлауға кетеміз, аңға шығамыз, балық аулаймыз дегендей. Иә, көлге түсеміз. Керемет. Иә, жақсы екен. Аттар бар ма? Иә, біраз бар. Көбіне соларға інім қарайды. Жазда жылқыларды тауда бос жіберіп қояды, ал үйде бұзау, сиыр және ит бар. Иә, сосындай. Мен аттарды жақсы көрем. Апа, есіңде ме, әкем бізді атпен серуендейтін жерге апарушы еді ғой? Иә, атпен серуендейтінбіз. Иә, Атқа мінуді білесің бе? аздап білем. Бұл жағынан қиындық тумайды деп ойлаймын. Иә, жан? Шыңғыс Ерсайынұлы, сізге Николай келіп тұр. О, Коля, көріспегелі қашан, амансың ба? Жақсы, Шыңғыс. Кел, жайғас достым, шай мен кофе ме? Шай болса. 2 шай. Өңің жаман емес. Тырысып жатырмыз, өзің қалайсың? Естідім, жағдайыңды түзеп алыпсың. Қанқу сөздер ғой. Өзіңде не жаңалық? Сен кеткеннен кейін фирмада мен де кетіп қалған. Жеке шаруалармен айналысып жүрмін. Саған хабарласқан себебім бір шаруа бар еді. Саған ұнайды деп ойлаймын. Сенде жақсы мүмкіндіктер бар ғой. Бірге кіріссек. Негізі болар еді. Ол қандай шаруа? Мынандай мәселе ғой. Мені білесің ғой. Өзім жауап берем. Бәрі біздің соңымыздан еретін болады әлі. Калькуляторды берші. Міне, қара. Балам. Мә. Балдай көше, ішіп ала қой. Дәмдекен апа, рахмет. Ас болсын, таға кеп берейін бе? Жоқ, рахмет. Апа, мен қазір мектепке барып келем. Директор мен спорт залының мәселесін шешуім керек. Жарайды. Моншаға кешкісін түсем. Мейлі, өзің біл. Қане, құйсаңшы. Құй. Қане, құй.
Қане, болды. Қане. О, Кука, әніше кел. Отырсаңшы, отыр. Салам, Қуаныш. Қалың қалай? Отыр. Отыр. Қуаныш, отырсаңшы бізбен бірге. Мақта, дәл мен сияқты, мақта. Марат, мұның не сенің? Бәрі дұрыс қой. Сенімен кейін сөйлесем. Қайда кеттің, Кука? Ол тура мына мен сияқты. Тура мен сияқты. Тура күші бар. О, балалар, Кука келді. Салам, Кука. Қалайсыңдар, жігіттер? Зерігіп жүрсіңдер ме? Дем алып жүрміз. Мектеп қалды, жұмыс істеу керек. Спорт залға барып жүрсіңдер ме? Жоқ, Айбар кетіп қалған. Бізді жаттықтыратын адам жоқ. Кировск алыс, жақсы орын сонда бар еді. Өзімде спорт зал мәселесін шешкім келіп еді. Барғыларың келе ме? Әрине. Әрине барамыз. Тамаша. Ал жақсы, жолың болсын. Демалыс күндері бір жаққа барсақ қайтеді. Ыстық көлге барайық. Қапырық қаладан мезі болдым. 2 күнге тауға кетіп қалуға болады. Тау жақсы салқын болады. Иә. Мейлі, әйтеуір бір жерге барайықшы. Сенің сапардан қолың тимейді. 4 қабырғада қамалып мен отырам. Жарайды, алдағы демалыс күндерін бірге өткізетін боламыз. Олай болса, мен кетейін. Түске дейін бір шаруаны аяқтауым керек. Жан түскі асқа шақырып еді. Маңызды кездесу болады. Жақсы. Сәлемет пе? Қайырлы күн. Сәлем. О, келдің бе? Талдарыңыз қалай? Артур таныспай. Менің күйеу болам, бір жақ әріптесім. Мынау Артур болады, Мәскеуден келген досым. Қуаныштымын. Өзіңе бір нәрсе ал. Не аласыз? Су әкеліп бересіз бе? Жақсы. Шыңғыс, біздің жолымыз болайын деп тұр. Артур бізбен кездесу үшін арнайы келіпті. Не үшін бізбен кездесуге келген білесің бе? Не үшін? Артур біздің жаңадан ашылып жатқан акционерлік қоғамымызбен тікелей байланысы бар әрі компанияның вице-президенті. Бұл жігітпен қызметтес болу біз үшін тиімді. Әсіресе саған. Артур, осы істі тапқанда мына Шыңғыс. Жақсы маман. Сенің адамдарыңа күмәнім жоқ. Рахмет. Рахмет. Кешіріңіздер. Иә. Апа, қалдарыңыз қалай? Бәрі дұрыс па? Иә, жақсы. Апа, қазір маңызды кездесуде отырем. Иә. Демалыс күні ме? Жақсы. Баруға тырысам. Жақсы, апа, сау бол. Сәлем. Сәлем. Не көріп отырсың? Кино. Аты қандай? Білмеймін, басын көрген жоқпын. Бүгін жанмен кездестім. Иә, кездесу қалай өтті? Тамаша. Анель айтпақшы, бүгін апам хабарласты. Осы демалыс бақыттың ант қабылдайтын күн екен. Әкем екеуін сол жаққа апарып келуім керек. Жаным, ренжімеші, енді өтінем. Олар үшін бұл үлкен қуаныш екен, білесің ғой. Мен апармағанда кім апарады? Анель. Неліктен осы екеуміздің арамызға біресе жұмысын, біресе туысын түсіп тұрады. Ал мен болсам осы демалыста бір жерге барып, бірге өткіземіз деп сеніп жүрдім. Ал ертең маңызды кездесулерің, сапарларың қайта басталады. Сонда мен сен үшін түкке де тұрмайтын адаммын ба? Жаным, сабыр ет, жолы емес екен, білесің ғой. Мені сабырға шақырмай-ақ қой. Сенің осындай сыпайылығың ақша аршатып бітті. Мұндай іздеттілігіңді басқа жерде көрсете бер, мен әбден жалықтым.
Мен Қазақстан Республикасының азаматы Абдрахманов Бақыт қарулы күштердің қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық темім қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп, сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын сөзсіз орындауға, әскери қызметтің қиыншылықтары мен ауыртпашылықтарына табандылықпен төтеп беруге ант етемін. Әскери істі ынта қойып меңгеруге, әскери және халық мүлкін аялап ұстауға, әскери және мемлекет құпиясын қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның, тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ер жүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда мен Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген қатаң жазаға ұшырайтын болайын. Жолдас гвардия подполковнигі, қатардағы жауынгер Абдрахманов әскери антты қабылдады. Әскери ант қабылдауыңмен құттықтаймын. Қызметіңе сәттілік тілеймін. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Сапқа тұр. Құп болады. Бригада! Түзел! Тік тұр! Сендерді әскери ант қабылдауларыңмен құттықтаймын. Еркін тұр! Құрметті ата-аналар, енді ұлдарыңызды әскери ант қабылдаулармен құттықтап қоюларыңызға рұқсат. Жарайды, бүгінгі оста жетер. Отырыңдар. Сендерге бір нәрсе айтайын. Бір аптадан кейін сабақтарың басталады. Ал менің қалаға кетуім керек. Жаттығу осымен аяқталады. Сұрақтарың бар ма? Бар. Айта бер. Мен чемпион болуды армандаймын. Чемпион бола алам ба? Әрине. Егер жақсылап жаттықсаң, боласың. Қай жерде кім жаттықтырады? Білмеймін. Білмеймін нешек. Ассаламағалейкум аға, қалаға дейін ала кетесіз бе? Кереметті білесе де? Салам алейкум, Қанат. О, келуіңмен. Жағдайың қалай? Қашан келдің? Келген бетім осы. Таныстыңдар ма? Я таныстым. Мықты жігіт. Топты толықтырып жатырмыз. Керемет. Қалай? Үй шаман ба? Әкең жүріп бе? Я бәр жақсы. Ауылдағылар мал шаруашылығымен айналса бастаған. Сауда саттық дегендей. Қызу өмір қайнап жатпаса да, ауыл өмірі ақырын жүріп жатыр. Болады, ақырындап. Иә. Үйге бармағалы көп болды. Ауылға барып келу керек еді. Анамды қарындастарымды көріп сыйлық апарып бергім келеді. Иә. Інішек, шай қойып дастархан жайып жіберші. Анау сөмкеде ауылдан беріп жіберген қазғарта бар. О, бәрекелді. Кука. Көлемді ақша жасайтын бір тамаша жұмыс бар, бірақ қауіпті жұмыс. Иә, мен жаныма кімді болса соны алмайым. Сен өзімізсің ғой. Сенуге болады. Қандай жұмыс? Қысқасы, 40 жастарға таяқ балған бір кәсіпкер бар. Ақшасы мол жігіт.
мен ол туралы бәрін анықтадым. Егер оған қару кезеніп, қорқытсақ, қужанның амандығы үшін сұрағаныңды береді. Кука, Егер бермесе ше? береді. Қайда барады дейсің? Бастысы менімен сен барасың ба жоқ па? Білмеймін. Ойланып көру керек. Бұл барып тұрған қылмыс қой. Ойлан. Мәселе саған қатысты болған кезде мен ойланып толғанып отырған жоқ болатынмын. Сен үшін аянып қалмадым. Қажет деген адамдарды тауып бердім. Енді кезек маған келген кезде өзіңді сүттен ақ судан таза алып қалғың келе ме? Олай жазғырғанды қой, Қанат. Қашанда сенімен біргемін. Бірақ өткенді қазбалай берме. Кешір, қызбаланып кеттім. Егер менімен болсаң, онда оны тағы біраз аңдуымыз керек. Иә, қай жерде жұмыс істейді, қайда тұрады, көңілдесі қайда тұрады, бәрін. Кука, ол жеке үйде тұрады. Ыңғайлы жерде қолға түсіріп, табысты үшке бөлеміз. Өйткені жанымызда біреу болады. Келсесің бе? Келістім. Кеттік. Шай ішейік. Кеттік. Сәлем, Салтанат. Қалың қалай? Денсаулығың ше? Атаның жақсы ма? Ауылда не жаңалық бар? Менде бәрі ойдағыдай. Әскердегі өмір өз арнасымен ағып жатыр. Өзіңе жазғанымдай, сабақтар жақсы өтіп жатыр. Біздің бөлім таңдаулы бөлімдердің бірі. Сондықтан намысқа тырысып, көп шынығамыз. Шаршау дегенді білмейміз. Қатардан қалғымыз келмейді. Қатаң тәртіпке де үйреніп қалдым. Жекпе-жек, сапқа тұру, түскі тамақ, тапсырмалар. Саған бір жақсы жаңалық айтқым келеді. Мені барлаушылар бөлімі қатарына алды. Парашютпен секіруге дайындалып жатырмыз. Жақында жоғарыдан секіреміз. Алдымен күндіз, содан соң барлаушылар тәрізді түнде секіреміз. Тезірек сол сәтте келсе екен. Әзірше тек дайындалып жатырмыз. Өзіме қатты ұнайды. Жалпы, әскердегі өмір өте қызық. Десанттар тобына түскеніме өкінбеймін. Бос уақытымда спортпен шұғылданам. Кейде кітапханаға барам. Жылқы шаруашылығы туралы бір-екі кітап тауып алғам. Оқып жатырмын. Барған соң, жылқы шаруашылығын қолға алғым келеді. Жақсы, мұңайма. Уақыт тез ақ өтіп кетеді. Хат жазып тұр. Бәріне сәлем айт. Бақыт. Сәлеметсің бе, Бақыт? Қалың қалай? Әскерде жүрген қандай екен? Сағынып кеттім. Қашан келесің өзің? Бізде бәрі бұрынғыдай. Үйде отырмын. Әпкеме көмектесемін, балаларға қараймын. Ауылда ешқандай өзгеріс жоқ. Күндер бір қалыпты өтіп жатыр. Күн жылы. Өте жылы. Кеше тәтеміздің үйіне қонаққа бардық. Сенің ата-анаңды көрдім. Сол жерде Ақтаяға да болды. Аздап қызу екен. Орынсыз бір нәрселерді айтып отырды. Мүмкін естіген шығарсың. Марат деген немере ағаң бұзақылық жасаған үшін 2 жылға қамалып кетті. Ол дүкен жанында учаскелікпен төбелесіп қалған. Иә. Апам қуарақтың кесірі. Ішпесе мұндай жағдай болмас еді дейді. Өкінішті. Бізде бар жаңалық осы. Парашютпен секіретін болсаң, мұның ғажап емес пе? Абайлап секір. Тезірек кел. Сағындым. Мен сені күтем. Жиі хат жаз. Жауабыңды асыға күтем. Сау бол, Салтанат. Бипек,
Авто. Ереке, А? бейпек авто деген не қылған жапсырғыш? Мына мәшинені сататын дүкеннің аты ғой. Енді жаңа машина алдыңыз. Жумаймыз ба? Осы ішкенді қашан қоясың, а? Ана қызды неге ойламайсың? Ана бой жетіп қалған қызды неге ойламайсың дейм. Ертең тұрмысқа шығады. Күйеуі әкесі ішкішекін десе не дейсің? Ереке, бәрінің өз кезеңі бар. Уақыт келсе, қоям. Оның уақыты өтіп кетіп ертең қолыңды шайнап жүрме. Ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Құтты болсын, қалыңыз қалай? Шыңыз машине сыйлады деп еді. Мынау екен ғой, тамаша. Енді жұмысқа да шығарсыз, Ереке. Әкім. Мені осындай күйге түсірген мына сенсің. Мынау қайдан жүр? Сенен басқаның бәрі жаман. Құрыш бар. Оның сөзін қайтесің, бауке. Рахмет. Айша, шайыңды қоя бер. Қонақ кеп қалды. Жұмысқа шыға алмайтын шығармын. Бұрынғыдай денсаулық жоқ. Дегенмен, Ереке, ақылыңызды айтып, оның үстіне жас мамандар келіп жатыр қазір. Дұрыс қой. Үйде отыру қайда. Өткенде анау жылқы туралы екеуміз сөйлесбек қой, есіңде бар шығар. Сол жылқымен айналыссам ба дейм. Бәрекелді. Жақсы. Сол сияқты. Соның өзі екен. Қане, Кука. Сонымен? Ол ана үйдің екінші есігінен кірді. Ұйқы ұста тұр, ол жерде ашық алаң бар екен. Жақсы. 2 күннен кейін осында келіп жұмысқа қалай баратынын бақылаймыз. Жақсы, кеттік. Мына қыз әдемі екен, Сәлем, Қанат. Құлпырып кетіпсің ғой. Мына қыз кім? Бұл менің құрбым, танысып қойыңдар. Кана. Нигора. Танысқаныма қуаныштымын. Нигора. Кука. Не болып қалды? Бауырым, біз келдік. Бәрін қатырасың ғой. Жарайды. Қанат, қазір келем. Бәрі керемет болады, қыздар. Шыңғыс қайда? Сенің шаруаң қанша? Қолыңды тарт одан. Отыр! Күзет, әкімшілік қайда, тыныш. Тарт қолыңды, не керек саған? Сен кімсің өзің? Бергел! Оған қолыңды тигізуші болма! Бергел дедім, Мен саған көрсетем! Бергел! Кел, көрсет! Шық бері! Кел, көрсет, күшін жетсе! Тыныш, Бергел! оған теспеш. Оңбаған. Жетер енді, жетер. Сабыр, бәрі дұрыс.
Саған не болды? Ештеңе болған жоқ. Сөзге ерегісіп қалдым. Өзім бастадым. Сен менің жанымда тұр едің ғой. Шыныңды айтсаңшы, не болды? Кука, Жарайды. Бірақ арамызда қалсын. Жаңағы отырған Шыңғыстың әйелі ғой. бәсе жүзі таныс көрінді. Бөтен жігітпен құшақтасып отыр. Өзін айтып берсеңші. Әйелін өзі тәрбиелеп алсын. Қажет емес. Жарайды, өздерің шешерсіңдер. Осы жерде бол. Киімдерді алып келейін. Сұлу жігіт, неге жалғызсың? Демалуға қалай қарайсың? Қай мағынада? Сол мағынада. Беттен ұрма! Кука! Қана жіберші мені! Кука, жүр! Міне, жұмысқа да кетіп барады. Артынан аңдымаймыз. Байқап қояр. Қазір келем. Ал жігіттер, таңертең іске кірісеміз. Көлікке басып аламыз, көлікті өзім жүргізем. Небәрі 1 минутта бітіру керек. Жолға 15 минут кетеді. Кешке дейін оның ақшасын жымқырып, кеш батқанға дейін қаладан шығып кетуіміз керек. Иә, бәрі дұрыс. Шу шұрқансыз жасауымыз керек. Сонымен қатар, егер бірдеңе бола қалған жағдайда, ақшаны бәріміз білетін бір жерге тығып қоямыз. Иә, сөйтейік. Менде біразы бар. Тағы қосу керек. Жақсы амал. Мен де солай ойлаймын. Менде түкте жоқ. Ештеңе етпейді. Бүрсігіні таңертең шығатын болдық ба? Әрине. Бірақ Кука, сен жақындарыңа бір айға бір жаққа кетем деп ескертіп қой. Сені іздеп жүрмесін. Жақсы айтам. Отық берші. Ертең жол жүрем. Бір айға кетем. Жаттығуды қайта бастадың ба? Білмеймін, көре жатармыз. Келген бойда саған хабарласам. Бірақ ол жақтан саған қоңырау шала алмайтын шығармын. Мәссаған, бір айға ма? Мүмкін 2, 3, 4 айға. Бұл әзілің бе? Иә, қалжың ғой. Бірақ бір айға кететінім анық. Неге кеш келдің? Түңгекке дейін қыдырып жүре беру керек пе? Қыздар жібермей қойды. 3 сағат қоштасып тұрып алды. Әрберден соң күйеу бар әйел емессің бе? Қымбаттым. Менің құрбыларымның туған күніне баруға уақытың жоқ қой. Сен де түнгі 2-ге дейін қыдырып жүресің ғой. Олай болса, келісіп алайық. Түнге дейін қыдыруды доғаратын боласың. Достарың, құрбыларың ешқайда қашып кетпейді. Мені отырған жермен алып кетсең болмас пе, да?
Менен бәрі Шыңғыс қайда, күйеуің қайда деп сұрай береді. Өйткені оның қолы тимейді. Тойға дейін басқа адам болатынсың. Әлде болары болды, бояуы сіңді деп тұрсың ба? Енді бұрынғыдай болмай-ақ қойсаң да болады, е? Мені жақсылаптың да. Менің расында да уақытым жоқ. Жұмыс деген бастан асып жатыр. Күні-түні тынбай еңбек ету оңай деп тұрмысың? Анель. Мен ертең Колямен 2 күнге Астанаға кетем. Бір-біріміздің көңіл күйімізді түсірмекші. Оның көлігі мұнда неғып тұр? Алаңдама, бәрі дұрыс. Мұқият болайық. Дайынсыңдар ма? Дұрыс. Міне өзде келе жатыр. Кеттік. Тоқта, қасында біреу бар ғой. Қойшы, кеттік. Кука, екіншісін сен аласың. Кеттік. Ұстаңдар. Оңбаған, тоқта. Атпаңдар! Тоқта. Балалар, үйге кіріңдер, тезірек үйге кіріңдер. Атпаңдар! Құдайма, үйге кіріңдер. Тезірек! Коля, мұнда кел. Не болды? Коля деймін. Милицияға хабарлаңдар. Көлкі пырай, кеттік. Жолдан бұлай кет. Милицияға хабарлаңдар. Кәне, жолдан бұлай кет. Ұстау оны, кәне. Кәне, Коля. Кәне. Айда. Қанат, аз уақыт шыдаш. Келіп қалдық. Қайдан ғана шыға келді ол? Кука. Қап. Мұның не? Кука, қанаттал, кеттік. Кука. Қане. Қане, кеттік. Кет жолдан. Жағдай қалай? Қанат, шыда. Кука, жағдай қалай? Қанат, шыдашы. Қазір. Бері отыр. Қане, арбаны алып кеңдер. Ұста. Көмектес, қане. Қане, арбаны алып кеңдер. Қане, тезірек. Не боқ балды? Қане. Пышақтаған ба, оқ атқан ба? Оқ атқан, қане. Қанат, шыда. Бұл саған, Кука. Қалада көзге түспегенің дұрыс. Жоқ дегенде жарты жылға дейін ешкімге көрінбе. Пәтер жалда. Мүлде ешкіммен хабарласпа. Аңдып жүрген ешкім жоқ екеніне көз жеткізбейінше ешқайда шықпа. Мен 1 сағаттан кейін Алматыда болмайым. Қанатқа обал болды әрине. Мүмкін тірі шығар. Жоға ондай ғажайыптар болмайды. Сен байқап жүр. Кейін жолғамыз ғой. Жақсы.
міне 2 айға алдын ала, егер уақытын создыратын болсам алдын ала хабарлаймын. Жақсы. Телефон қала сыртына шықпайды. Маған қажет емес. Көршілер қандай? Олар тыныш. Көрінбейді. Сонымен мұнда топырлаған қыздарда келіп жүрме. Шуламаңдар. Иә. Айтпақшы, жуынатын бөлмедегі құбырдың шүмегі бұзылып тұр. Сондықтан абайла, жарай ма? Үйді таза ұста. Келіп, тексеріп кетіп тұрамын. Жақсы ма? Ал, жақсы, мен кеттім. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2011 жыл. Күмбес кетер, үмітпен сенім барда, баянсыз деме бекер. Жүректің нұры мейір, сағыныш тербер жанды.